Отбасы хрестоматиясынан шыққан салт дәстүр сөйлейді кітабынан. Қолға су құю. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас ішердің алдында қонақтардың қолына су құйғызатын дәстүр бар. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылған соң қайғыдан қан жұтады. Құдай оны жұбату үшін оған тағы бір ұл сыйлайды. Дәуіт ұлды болардың қарсаңында Жәбірейіл періште уахи әкеледі. Әй Дәуіт, Тәңірі саған бұл ұл нәсіп етеді. Бірақ шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба дейді. Дәуіт іштей қынжылса да, Жаппар емнің әміріне не қылса да ризамын деп келіседі. Көп ұзамай Дәуіт ұлды болып есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғандықтан оның сарайына күн сайын жүздеген адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдына қызметке қояды. Бала күні бойы кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып, алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар: ғұмыр жасың ұзақ болсын, Құдайдың сүйікті құлы бол, басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін, әділ патша бол, екі дүниенің сырын біл, дұшпаныңа қатал, досыңа адал бол, ғалым бол, деп 99 түрлі тілек айтып бата береді екен. Арада 15 жыл өтеді. Сүлеймен бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, ойы да бойы да өсіп, азамат боп ержетеді. Бір күні Дәуіт Тәңірісіне: «Уа Жаппар ем, маған ұлыңның қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің, бұл не хикмет?» деп сұрайды. Ұлы қала: «Рас айтасың, Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырды, батасын берді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза берем. Жердегі бүкіл тау-тас, аң-құс 18 мың ғаламға патша қыламын» деді. Содан бастап Сүлейменге дарымаған керемет қалмапты деседі. Осыған орай Сүлеймен де су құйған, су иесі Сүлеймен деген сөздер ел арасында таралыпты. Қазірде қазақ халқы үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман мен сүлгі беріп, үлкен кісілердің батасын ал деп су құйғызады. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деген тәмсіл сөз Сүлейменнен қалған екен. Қонақтардың қолына құман мен су құюға байланысты ел аузында мынандай да бір хикая сақталған екен. 1945 жылы соғыстан қайтқан бір жауынгер еліне келіп ас беріп Құран оқытады. Жауынгердің өзі қонақтардың қолына су құйып бәйек болып құрақ ұшады. «Беріңіз аға, мен құяйын» деген жас балаларға кезек бермепті. Қонақтар үйлеріне қайтқан соң жауынгер ауырып төсек жатып қалыпты. Көңілін сұрай келген бір ағайындарына ол: «Майданда жүргенде Құдайдан күндіз түні: уа Тәңірім, тек туған жеріме аман жеткізе көр, жат жерде өлуден сақта, атамекеніме табаным тисін, жанымды алсаң ризамын» деп тілеуші едім. Дұғам қабыл болып, отанға аман-есен оралдым. Ел ішінде ұзақ жасағымда келіп кетті. Көптің батасын алсам бір шарапаты терме деп, құманмен де өзім су құйдым. Бірақ батаны аямай жаудырған жұрт ғұмырың ұзақ болсын, 100 жаса деп бір тілек айтпай қойды ғой. Егер осылай дегенде Тәңірі тағала көптің тілегін қабыл етіп, өмірімді ұзартар ма еді, кім білсін. Амал нешік, енді қайтып басымды көтермеспін, себебі соғыста елге жеткен соң жанымды алсаң да ризамын деген сертім бар. Сол сертім жібермеді білем, депті. Содан көп ұзамай өзі де дүниеден өтіпті.